Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін тағы да Озан Қолдабай. Бүгін біз осындай әдемі пышный шырша жасап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге осындай жасыл жіп керек, тоқу жібі, моншақтар керек, қағаз керек, қайшы, сызғыш керек, және желім керек. Және мынандай қағаз керек, петро қағаз ба? Себебі біз бір жағынан балаларға базарлық айдарынан осының үшін кәмпиттермен немесе ойыншықтармен толтырып балаларға сыйлық ретінде жаңа жылға беруімізге болады. Өте керемет әдемі шықты. Осындай шырша жасап үйренетін боламыз. Ал енді бірге отырып жасайық. Өте әдемі мынандай. Ал жаңа ойыншықтарын әртүрлі моншақтармен безендіретін боламыз. Ал егер ұнаған болса, алдымен тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңіз сұралады. Жұмыс барысында түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар, әрқашан жауап беретін боламын. Өте жеңіл. Бұл шыршамен балабақшаларға, сыйлыққа, балаларға, жаңа жылға үйде, әр балаға осындай әртүрлі сыйлықтар жасап, ішіне кәмпиттердің ойыншықтарын салып, қолжетімді бағада алып берулеріңізге болады. Өткен жолы, егер каналыммен бірге көріп жүрген болсаңдар, мынандай аяз ата жасаған болатынбыз. Оның да астында салатын жері бар, ішінде ойыншықтары бар. Осындай каналымда әртүрлі қызықты нәрселерді жасап үйрететін боламын. Сондықтан да тағы да қош келдіңіздер. Ең бастысы тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біз мынандай бір қағаз қиып аламыз. Бұл қағаздың бұлай өлшеп қарасаңыздар 15 сантиметр. Бұлай өлшеп қарайсыздар, нүктесін қоясыздар. 15 сантиметр, міне 15 сантиметр. Және бұлай қарасаңыздар 15 сантиметр қылып, осылайша айналдырып қиып аласыздар. Содан кейін кез келген бір қаттылау, мен мынандай бір қағаз бар екен, қаттылау қағазға өзіңіздің ыңғайыңызға қарай қойып, осылай қиып аласыздар. Сол қағазды кейін сол қағазды осылайша бүктеп, дөңгелетіп, елканың несі сияқты қылып клейлеп алсаңыз да болады, скотчпен жабыстырсаңыз да болады. Мен өзім дайындап қойдым. Міне манағыдай картонды жанын скотчпен клейледім. Міне мынандай бізде жаңағы шыршамыздың жаңағы негізгісі осы болады. Енді осыған біздер арғарата мына сызғышымызды аламыз. Одан кейін менде мынадай ангоровый жіп. Осы ангоровый жіптен былай етіп ораймыз. Орап бастаймыз. Кез келген жерінен аламыз да, молырақ етіп. Бостау қылып ораңыздар. Орысша айтқанда туғы жасамаңыздар. Сосын бұлай орағаннан кейін жылжыта берсіңдер. Жылжыру керек бұл. Осылайша бетіп, негізі көп уақыт алады. Сонда да осылайша ораймыз. Мен осылайша соңына дейін ораймыз. Жалпы адамға қол өнердің қандай пайдасы бар, қашан жасалған, орап отырып мен сіздерге әңгіме айтайын. Жалпы қол өнер деген, бұл тоқу деген атам қазақтан келе жатқан дүние. Бұның адам ағзасына пайдасы біріншіден жүкен тыныштандырады. Себебі қол өнер, тоқу деген
тоқып отырған кезде, осындай қол өнер жасап отырған кезде адамдар бір шамалы уақыт болса да ештеңе ойламай несі ойы осы тоқушта немесе өзінің жасап жатқан дүниесінің де болады. Сондықтан да басқа қазіргі заманның да адамдардың жүйкесі көбі шаршап жүреді. Сол жүйкесін тыныштандыру үшін де осы тоқуыштың пайдасы мол екен. Көбісі айтып жатады ғой, бұған дейтін менің жүйкем шыдамайды, бұндай жасауға шыдамдылық керек деп. Өте дұрыс айтады ол кісілер, себебі сол адамның шыдамдылығын өзінің шыдамдылығымен жұмыс жасауға осы тоқуыштың, қолөнердің пайдасы өте кең. Мына сіздер көріп жатсыздар ма? Бостау қылып, себебі қазір сырғанатқанда жаңағы тығыздау алсаңыздар қозғалмай қалады. Осылайша осы ұзындығы мен 30 сантиметр сызғыш ұстап отырмын. Соның бойы толғанша осылайша айналдыра бересіздер. Бостау алыңыздар, себебі бүйтіп зырғытқан кезде зырғымай қалады. Тығыз алсаңыздар. Бостау қылып алғандарыңыз дұрыс. Содан кейін біздерге керегі мана айттым ғой, желім керек болады. Мен ыстық желім пайдаланам. Сол ыстық желімнің пистолетін тоққа қосып қоюларыңызға болады, себебі қызып дайын тұруға. Осындай орап жатқан кезде біраз қантай қалды. Былай етіп бостау ғана орасаңыздар, кейін сырғытуға жақсы болады. Енді жаңа қолөнер туралы сөзімді жалғастырсам, жалпы қиын емес. Бір үйреніп кеткен адамға қиын емес. Адам бұл жерде ойланады, әдемі мүсін жасағысы келеді, әдемі тоқуының қорытындысын көргісі келеді. Сол кезде адамның ойлау қабілеті дамиды. Бұрындары біздің әжелеріміз, апаларымыз, үлкен кісілер көбіне осы тоқып отырады ғой. Бір жағынан өздерінің уақыттарын ұтады, екінші жағынан ол кездерде соның бәрін өздерінің тұрмыстық қажеттеріне шұлық тоқиды, киім тоқиды, соның бәрін. Және бір жағынан өздері ол өзінің адамдарының бәрі, байқасаңыздар, өте сабырлы, асықпайды. Сол осындай қолөнермен айналысқан. Негізі қолөнерді дерек бойынша скандинавтықтар бастап әкелген дейді ғой. Енді біздің ол скандинав емес, қазақ ата-бабамыз өздері сүйектен ілмек жасап алып, сүйектен ине жасап алып, осы керектерін, тұрмыстық қажеттерін, өздерінің киіз үйлерін тіккен. Солай ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан бұл қол өнер болып есептеледі. Қазіргі кездерде енді жастар арасында осы қол өнерімен айналысып жатқан жастар көп. Ол қуантарлық жағдай, өте керемет. Себебі ой өрісін дамытады адамның. Осындай пайдасы бар. Енді бір нәрсенің пайдасы болса, бір нәрсенің зияны да болуы мүмкін ғой. Мен өзім жалпы білгенім, үлкен адамдар өнемейін бұл қолөнермен, тоқышпен азаннан қара кешке дейін отыра беруге болмайды. Себебі олардың жаңағы опорно двигательный аппарат дейді ғой, қозғалыс мүшелеріне зиян. Себебі ол ешқашанда жаңағы жүруге, адам қозғалысқа қозғалыс жасамай жүрмей, жаңағы отырып
не тоқу немесе жүн тұтып отыра беруге де болмайды. Бір мезгіл жүріп келіп арасында осы 1-2 сағат осындай ермегі деп айтады ғой адамның, орысша айтқанда хобби болып 2-3 сағатты бөліп осындай қолөнермен айналысуға болады. Енді мен жобалап қалдым. Енді былай істейміз. Манағы ыстық клейімді шетінен бастап құям. Молырақ етіп құяп шығамын. Ыстық клей ыссы болғандықтан қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Осылайша соңына дейін құйып, кішкене тимей қалған жерлеріне жақсы қарап, тексеріп, тимей қалған жерлеріне тегізіп, одан кейін бұл сылғышты қойып қоямыз. Бұл су керек, айтқанда. Себебі ыстықтай ыстық желімді ұстауға болмайды. Мына жерге қойып қояйын, сусын кішкене. Ал мен осыған дейін дайындап қойған сондай нәрсем бар. Ана сылғыштан алғаннан кейін мынандай болып шығады. Міне. Осыны біздер манағы дайындап қойған өзіміздің шыршамыздың сұлабасына бастап желінбейміз. Азғантай дан алып біз желінбеп бастаймыз. Былай етіп асықпай осылайша желіндеп айналдырып желіндеп шығамыз. Бұл қолөнер, тоқығыш деген үлкен кісілерге бір жағы ермек, екінші жағы өздерінің денсаулықтарына да пайдасы бар. Ал жастарға, жас қыздарға, оқушы қыздардан бастап қазірде мектепте де осы қолөнерді үйретіп жатыр. Оларға ой өрісін дамытуға өте пайдалы нәрсе. Осылайша мынау біткен жерінен жоғары қарай көтере бересіздер. Осылай соңына дейін айналдыра береміз. Айналдыра береміз. Келесісін тағы біреуі бар менде. Келесісін осылайша мынау мына жері жабылатындай қылып қана бірінің астына бірін не істемей, жалғастырмай кішкене жоғары жақтап бүйтіп алсаңыздар болады. Себебі қазір мен сіздерге көрсетемін. Былай етіп түскенде ана келесі шыршаның желім жабысып қалып отыр. Кейін соғысы жабысып қалған желімдерді желіп пинцетпен алып тазалап шыршаларыңызды жөндеп қоюға болады. Бұл жерде енді өздеріңнің ептіліктеріңді қажет етеді.
осылайша айналдыра әуелі бір іліндіріп алсаңыздар, кейін тексеріп жаңағы жабыспай қалған жерлерін жапсырып алуларыңызға болады. Қазір оны енді мынаны көрсетейін сіздерге. Мынау кепкен болу керек. Былай етіп сырғанатсаңыздар, сіздердің сызғыштарыңнан шығады. Мына арт жағы кішкене нелі болып кетті. Осылайша сызғыштарын босатып аласыздар. Керек емес жіпті қиып тастайық. Міне осылайша жоғары қарата бүйтіп көтере бересіздер. Ыңғайлап реттерін қарап, бәрін төмен қарата түсіріп, мыналарыңыздың реттеріне қарай үзілген жерлер болса көтеріп, осылайша жалғастыра бересіздер. Мен мұны соңына дейін жапсырып шықтым. Енді мынандай төбесін кез келген мына сор төбесіне тағы желім құйып осылай жапсырып шыққым келіп тұр. Міне біздің шыршамыз дайын болды. Енді шыршамыз дайын болды. Сосын енді мен келістіре алдым ба, келістіре алмадым ба білмеймін. Қазір мына жерде көрейін. Мынандай жұлдызша қиып алдым. Сіздердің ыңғайларыңызға қарай осы жұлдызшаны осы жерге бекітем. Енді әдемі етіп жұлдызша жасауға болады. Одан кейін біздер өзімізше бар моншақпен немен безендіруге болады. Мысалға сарысын, қызылын әртүрлі қылып осыны безендіріп шығайын. Содан кейін көрсетем. Мен өзімше жаңағы моншақтарымды іліп болған сияқтымын, бірақ арт жағына ілген жоқпын. Бір жағын бетін уақыт өткізбей мен сіздерге және бір нәрсе айтайын. Мынандай қағаз аласыздар. Бұл петрап қағаз дей ма? Сөз шыны, енді бұл жағына мастер емеспін. Қағаздардың қаптары қағазды түбінен осылайша молырақ қылып қиып жобасын қарайсыңдар. Жобасын қарап отырмын. Артықтау. Тағы да кішкене қиып алайын. Көлемін азайтайын. Себебі артық шығып кетіп отыр екен. Егер соңында ыңғайсыз болып жатса, басында бастап жатқан кезде қиып жасырып жіберулеріңізге болады. Енді жобамен осы жерлердің бәріне желімді қиып шығасыздар.
жабысу керек. Ол қазір мына жерде bitкен екен, айырып тастайын. Желім суып қалмай тұрғанда манағы жерге апарып жапсырасыздар. Кейін жапсырып, желім кепкенше, суығанша жапсырып отырсаңыздар, бұл бір жағынан дайын болған шыршаңыз балаларға базарлық ретінде де беруге болады. Міне дайын болды. Осы жерден, мына жерден ішіне кәмпиттер, ойыншықтар салып, балаларға базарлық айдарына осындай болады. Міне. Ал егер сіздерге осы шырша ұнаған болса, көріңіздер, өте әдемі шықты деп ойлаймын. Ойларыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, жауап беремін. Алдағы уақытта каналыма келіп тұрыңыздар. Ал жаңа жылдың керемет шыршасын жасадық бүгін. Егер ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жақсы нәрселерді тоқып үйренуімізге болады, жасап үйренуімізге болады. Сондықтан да каналымыздан алыстамаңыздар. Міне өткенде жасаған біздің көріп жүрген болсаңыздар, мына Аяз атамен өте үйлесіп кетеді. Мына Аяз атаның да астында жаңағы балаларға базарлық айдарынан. Келесі кездескенше, бүгін сіздермен болған Ұлжан Қолдабай. Кездескенше сау болыңыздар. Каналыма келіп тұрыңыздар.